Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгін мен балалардағы сколиоз ауруы және де одан айығудың жолдарын айтатын боламын. Қазіргі кезде жас балалардың көпшілігінде дене пішімінің бұзылуын байқауға болады. Рентгенге түсіріп қарасақ, әсіресе сүйектердің 13-ші омыртқа сүйегінің майысқандығын көре аламыз. Бұны медицинада сколиоз деген терминмен атап жүр. Бұл аурудың 4 түрлі дәрежесі бар. Ал бұл ауру асқынып кетсе, грыжа немесе радикулитке әкеліп соғады. Сондай-ақ адамның ішкі ағзасының жұмысын нашарлатып, жүрек және өкпе ауруларының жеңіл түріне әкеліп соғады. Сондықтан оны дер кезінде анықтаған жөн. Ол үшін 6-8 және 10-14 жас аралығындағы баланы ортопед дәрігерге тексертіп тұру қажет. Сколиоз ауруының айығу жолдарын айта кетсем, бірінші дәрежелі сколиозды омыртқаның 15 градусқа майысуы десек те болады. Емдеу үшін арнайы корсет кию керек. Буындарға арнайы жаттығулар мен массаж жасап, физиотерапия қабылдау қажет. Қатты төсек орынға жату қажет. Аяқ киімді дұрыс таңдап кию керек. Таза ауада көп серуендеген жөн. Суға көп түсіп, әсіресе көп жүзген пайдалы. Орындыққа тік отырып үйрену керек. Екінші дәрежелі сколиоз омыртқаны қайта түзеу қалпына келтіру үшін қатты арнайы корсет кию қажет. Бұл балаға өте ауыр болғанмен шыдаған жөн. Себебі асқынып кетсе, ауру түрлері де шыға береді. Үшінші дәрежелі сколиоз. Бұл дәрежеде ауруды толықтай емдеуге болмайды. Оны тек қана уақытша тоқтатуға болады. Арнайы қатты корсет кию қажет, физиотерапия қабылданады, тыныс алу арқылы жаттығулар жасалынатын болған. Ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кет.